Баршаларыңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен талшын өте дәмді жасалу жолы қарапайым батон нанның жасалу жолымен бөлісетін боламын. Үйдегі бар заттармен жасалады. Дәмі деген енді өте керемет. Іші толықтай пісетін болады. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Парақшамды жоғалтып алмас үшін каналға тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Қажет заттарды төменде жазып қалдыратын боламын. Ең алдымен ыдысымызға жылы сүтімізді құйып аламыз. Сүттің температурасы жылы болу қажет. Үстінен жылы суымызды құямыз, құрғақ ашытқымызды саламыз және үстінен қант салып, қантымыз ергенше жақсылап араластыратын боламыз. Және сары май саламыз. Сары майдың орнына сұйық майды қолдануға болады. Тұз салып, жақсылап араластыратын боламыз. Және осы уақыт аралығында електен өткізіп дайындап қойған ұнымызды бөліктерге бөле отырып салатын боламыз. Ұнды бірден салып жібермейміз, бөліктерге бөле отырып жұмсақ қолға жабыспайтын қамыр илейміз. Қамырымыз қатты да болып кетпеуі қажет, өйткені нанымыз дұрыс көтерілмей қалатын болады. Жақсылап іртігін жазып, июін қандырып, қамырымызды илеп дайындап аламыз. Жақсылап іртіктерін жазып, үстінен сұйық май құйып, 1 сағатқа бетін жауып қалдыратын боламыз қамырымыз ашығанша. Ашып дайын болған қамырымыздың астына ұнымызды сеуіп, осылай оқтаумен жайып алатын боламыз. Орташа көлемде жайып алатын боламыз. Қатты жұқа болып кетпеуі қажет. Орташа осылай бауырсаққа жайғандай жайып, осылай орап шығатын боламыз. Және шеттерінде осылай дәл видеодағыдай жасап алатын боласыздар. Және противеніміздің ішін майлап, осылай дайындап алған қамырымызды салатын боламыз. Және осылай пышақпен бетінен кесіп шығамыз. Және тағы 20 минутқа бетін жауып, көтерілгенше қалдыратын боламыз дайындап алған қамырымызды. Мінекей көтеріліп дайын болып тұрған қамырымыздың бетіне жұмыртқаның сарысын жағып шығатын боламыз. Менде қолдың жұмыртқасы, сол себепті өте керемет үйлесіп тұр. Және осылай жақсылап жағып аламыз және бетінен қайтадан пышақпен осылай кесіп шығатын боламыз. Және бетіне әсемдік үшін күнжіт себеміз. Және қызып тұрған 180 градуста 25-30 минут көлемінде пісіріп алатын боламыз. Пештің қызуын қатты көтерудің қажеті жоқ, өйткені арасы толықтай піспей қалатын болады. Ары қарай қызып тұрған пешке дайын болған батон нанымызды жіберетін боламыз. Мінекей пеште осылай көтеріліп шығатын болады. Мінекей біздің нандарымыз пісіп дайын болды. Өте керемет болып шыққан. Дәмі деген өте керемет. Ыстық нанды маймен жесеңіздер керемет үйлесетін болады. Міндетті түрде суыған соң кесіңіздер. Міндетті түрде менің рецептіммен жасап көріңіздер. Парақшамды жоғалтып алмас үшін каналыма тіркеліп қойыңыздар. Мінекей қазір ішін кесіп көрсететін боламын. Іші толықтай піскен, дәмі деген өте керемет. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздермен болған талшын. Келесі видеода кездескенше астарыңыз дәмді болсын.